Ассалаумағалейкум құрметті достар, қайырлы күн баршаңызға. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен байланыста бай криптолог Төленбай Мейірман. Бүгінгі видео өте қызықты болды, сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыздар. Және де егер де маған тіркелмеген болсаңыз, YouTube каналыма подписка жасап қойыңыз, осы видеоға лайк басыңыз, және де сұрақтарыңыз болатын болса, криптовалюта саласы бойынша осы видеоның астына қойсаңыздар болады. Достар, бүгінгі видео өте қызықты деп айттым, сол себепті соңына дейін қараңыздар. Жалпы тақырыпты сіздер түсініп отқандарыңыздай сигнал тақырыбы. Яғни қазіргі уақытта сіздер мынандай скриндерді көрдіңіздер, өте көп мыңдаған пайыздар, плюстар, мынандай жасыл плюстар өте көп. Басқа да блогерлерден көрдіңіздер, немесе басқа адамдардың Instagram стористардан көп шыққан болатынсыздар. Яғни қазіргі уақытта кез келген трейдер болсын, кез келген крипто маманы болсын, өзінің білімі жетпей жатқан жерде осындай приватный каналдарды қолданады. Яғни приватный канал әртүрлі мықты трейдерлар немесе крипто блогерлар өздерінің жасаған анализдарымен сигнал береді. Дәл осындай мен де сигнал канал жүргізіп жатырмын. Сигнал каналым бар. Соның барлығын сіздерге көрсететін боламын. Яғни мен өзімнің қазіргі уақытта крипто саласында қалай жұмыс жасап жатырмын, қандай менде продукциялар бар, сигналдармен қалай ақша табуға болады, осы жайында қызықты тақырып болады. Сол себепті давайте бастаймыз. Жалпы енді сіздерге ең бірінші сигналдың не екендігін түсіндіріп өтейін. Сигнал дегеніміз бұл мықты трейдердің анализімен жасалған, яғни сол адамның пікірі. Бұл монетаның өсуі немесе төмен құлауы. Шорт немесе лонг позицияда қай жаққа қай баға өседі, соны өзінің мықты өзінің индикаторларымен тех анализ жасайды, және де өзінің болжамды анализін жасап шығады. Неге бұл сигналдармен жұмыс жасалған тиімді, немесе не үшін бұл сигналдар нарықта өте сұранысқа ие? Өйткені бұл сигнал, бұл жерде көп адамдар крипто нарығына келеді, білім алады, курс оқиды, трейдингті үйренеді, бірақ кейбір адамдарға тәжірибе жетпей жатыр, кейбір адамдарға бір уақыт, немесе кейбір адамдардың азаннан кешке дейін рынокта анализ жасайтындай уақыты болмай жатыр. Сол себепті осындай мықты трейдерлар өздерінің ойымен бөліседі. Дәл сол сияқты мен де, менің командамда сіздерге өзіміздің күнделікті жасап жатқан анализдарымызбен бөлісіп отырамыз. Мысалы айтатын болсақ, крипто нарығында биткоиннің бағасы қазіргі уақытта мысалы 15 минуттық таймфрейммен немесе 1 сағаттық 1 күндік таймфрейммен есептеп, қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді немесе скальпинг деген сияқты дневной, күндік, минуттық деген сияқты біз сигналдар беріп отырамыз. Осы сигналдар арқылы кез келген адам соны бірге бір қайталау арқылы табысқа жетуге болады. Негізінде айту керек, бұндай сигнал каналдар өте көп, бірақ оның нақты қайсысы 100% пайдаланып келеді, оны әрине зерттеп тексеру қажет. Бірақ ескеретін нәрсе, мықты қандай трейдер болсын, қандай да бір мықты бір маман болсын, тәжірибесі 10-20 жыл болсын, бірақ 100% гарантия деген нәрсе жоқ. Яғни барлық жерде статистика. Мысалы 10 сигнал алдыңыз, 10 сигналға сделкаға кірдіңіз, оның ішінде егер де мықты анализ жасалған, немесе мықты трейдер болатын болса, онда оның 70-80% плюспен жабылады. Бірақ арасында минусқа кететін кездер болады. Неге екендігін түсіндіріп өтейін. Өйткені бұл үлкен нарық, криптовалюта нарығы, бұл әлемдік нарық, бұл жерде үлкен сумма обороттар жүріп жатыр. Барлық адам каждый өзінің пайдасын алып кеткісі келеді. Яғни лонг, шорт, біреу лонг дейді, біреу шорт дейді, оның ішінде питтар бар, оның ішінде манипуляторлар бар, рынокты басқаратын, өзгертетін. Сол себепті ситуацияның немесе сценарийдің қандай болатындығын алдын ала ешкім біле алмайды 100%. Яғни дәл қазір мысалы 1 сағаттан кейін не болатынын біз білмейміз. Болжамды біз өзіміздің прогнозды жасаймыз да. Мысалы ертең мысалы қандай жағдай болатынын білмейсіз. Сол себепті бірақ белгілі бір білімдерге сүйене отырып, тәжірибеге сүйене отырып, нарықтың болжамды анализін жасауға болады. Бұл жерден шығатын нәрсе, яғни 100% сізге 1000% ешкім гарантия бере алмайды. Мықты трейдердің өзінде әйтеуір 1% сомнение болуы мүмкін. Енді біз өзіміздің сигналдарымыздың қалай берілетіндігін барлығын сіздерге қазір көрсететін боламын. Сигнал дегеніміз не, ол қалай көзге көрінеді, сигнал дегеніміз бұл не, жанатын нәрсе ма, не звук па, не екендігін қазір көрсетемін. Сигнал дегеніміз, мен телефонды қазір қосып көрсетейін. Жалпы өзімнің приватный каналымның информацияларын көрсетемін. Жалпы сигнал деген қалай болады, қалай беріледі, онымен қалай табыстауға болатынын жайында айтып өтемін. Енді сіздерге сұрақ қойып өтейін, өздеріңіз комментарияға жазып кетсеңіздер, осыған дейін сигнал каналға приватный канал сатып алып көрдіңіздер ме, немесе бір трейдердің сделкасын қайталап көрдіңіздер ме, соны жазып кетсеңіздер болады, немесе нәтижесі қандай болды, соны айтып кетсеңіздер. Енді сигналдың жалпы әртүрлісі болады. Біреулер тегін сигналдар беріп отырады. Мысалы мен өзімнің
телеграм каналыма мысалы аптасына бір рет немесе айына бір рет тегін аудиторияма сигнал беріп отырамын, бөлісіп отыратын боламын. Сондықтан да менің телеграм каналыма тіркеліп қойыңыздар, сол жақта пайдалы ақпараттар өте көп. Енді біз менде приватный канал бар, сигнал канал, міне дәл осындай болады сигнал канал, сигнал by криптолог деп аталады. Жалпы сигналдың көрінісі дәл осындай, міне мына жерде қазір сіздерге бір сигналды талдап көрсететін боламын. Бұл сигнал каналды мен жалпы жүргізіп жатқаныма 2 ай уақыт болды. Негізі өзіміздің мен обучение өткен комьюнитимізға, біздің обучение қосылған біздің ортаның адамдарына біздің сигнал беріп жатқанымызға уже жарты жыл уақыт болды. Яғни біздің білімді алатын болсаңыздар, біздің курс алатын болсаңыздар, онда біз сіздерге тегін сигналдарды аптасына 2 рет беріп отырамыз. Ал одан да бөлек курс оқымай-ақ сигнал каналға тіркелуге болады, бағасы өте арзан. Бұл туралы кейінірек айтамын. Сигналға кіреміз. Міне мысалы мына жерде көрініп тұр, Так, міне тон деген сигнал. Вот, тон USDT монетасына берілген сигнал, шортқа берілген. Шорт дегеніміз қалай? Төмен қарай, баға төмен қарай деген болжам жасалды. Егер де біздің жасаған сценарий бойынша кететін болса, онда біз пайдаға шығамыз. Сигналға берілгеннен кейін, міне сигнал берген кезде қай кезде кіру керек, қай кезде сату керек, қай кезде шығу керек, барлығын біз көрсетеміз. Яғни стоп лосс барлығы міндетті түрде қойылады. Мына жерде қызыл зона бізде бірінші кіретін точкасы тұр, одан кейін қызыл зона бұл стоп лосс қойылатын жер. Стоп лосс міндетті түрде қоямыз. Егер де сіз басқа да бір сигнал каналдарға кірсеңіз, немесе сделкаға, фьючерсқа кіріп отырсаңыз, трейдингпен айналыссаңыз, міндетті түрде риск менеджмент деген нәрсе бар. Міндетті түрде стоп лоссты қою керек және take profitті қоямыз. Дәл осылай беріледі. Міне take profit біздің болжам бойынша міне бағалар тұр. Бірінші take, екінші take. Бірінші take міне баға 5-те 1 доллар болған кезде бірінші take қоясыздар. Соған баға жетеді, сіз пайдаңызды шығарасыз. Және де осы жерде стоп лоссты жылжытып отырып, өзінің стратегиялары бар. Біз оны сигнал каналға кірсеңіздер, тіркелсеңіздер, сол жерде қалай дұрыс сигналға кіру керектігін көрсетеміз. Одан кейін екінші тейк, міне 4-те 5-ге дейін түскен кезде және 2-де 8-ге дейін баға құлайды деген сигнал келді. Енді осы сигналдың нәтижесі қалай болады? Так, міне сигналдың нәтижесі. Сигнал нәтижесі бізде адамдар өз әрқайсысы кіреді. Мына жерде мен басқа монетаға шатасып кеттім. TRB шортқа берілген. Ол сигнал міне TRB шорт берілген. Міне дәл осылай шортқа берілген сигнал, стоп лосс, take profit барлығы тұр. Міне бағалар 62, 57, 55 деген сияқты мына take profit-тар тұр. Осылай арада бірнеше уақыт өтті, біз өзіміздің сделкамызды бөлістік. Міне позиция шортқа ашылды, 17% пайда. Яғни көрдіңіздер, біздің берген сигнал жұмыс жасайды. 21 минуттың ішінде $172 пайда. $172 дегеніміз шамамен 60-70 теңге. Вот, дәл осылай сигналға кіріп отырасыз. Енді сигналдар осылай беріп отырып, лонгқа беріледі. Міне тағы бір сигналды анализ жасап отырайық. Solana USDT лонгқа берілген. Баға міне стоп лосс бағасы 135, кіру баға 139, take profit-тер 142, 146, 149, 154, 159. Осылай сигналдар беріліп отырады. Міне мына жерде 100% отработал сигнал дейді. Міне бұл Matic USDT деген монета шортқа берілген. Арада уақыт өтті. Міне төмен қарай түсіреміз. Міне екінші сигнал міне. Так, бұл бізде Matic USDT отработал 100%, яғни сигнал іске асты. Дәл осылай біз күнделікті сигналдарды беріп отырамыз. Күніне 2-3 сигнал алып отыруға болады. Міне первый тейк забрали, не забудьте перевести будет. Яғни бұл дегеніміз не? Мысалы пайда тейк профитқа жетеді. Бірінші тейкқа онда сіз стоп лоссты жылжытасыз. Яғни сіз без убытка кететін боласыз. Бұл дегеніміз сол без убытки. Рынок қайта артқа кеткен болса да, сіз пайдамен кетесіз. Міне осылай сигналдар беріліп отырады. Міне өте көп күнделікті сигналдар беріліп отырады. Енді осы сигналдармен тауып отқан пайдамызды мен қазір көрсететін боламын. Және де өзімнің бір апталық сделкамның нәтижесін көрсетемін. Яғни мен қалай бір аптаның ішінде, 10 күннің ішінде 5 миллион теңге таптым.
барлығын көрсетемін. Міне достар, сіздер жаңа ғана сигналдың қандай болатынын көрдіңіздер. Жалпы біздің сигнал каналының подписканың қалай берілетінін барлығын көріп шықтыңыздар. Енді жалпы бұл сигнал, жалпы ойлауларыңыз мүмкін, маған керек па керек емес па, не үшін сигнал канал сатып алу керек, жалпы оның қандай пайдасы бар. Яғни осы жерге түсіндіріп өтейін сіздерге. Бұл көбінесе қандай адамдарға ыңғайлы? Трейдинг саласына келеді, крипто саласына келеді, білім алады, үйренеді, зерттейді. Бірақ әйтеуір бір тәжірибе жетіспей жатады. Сол кезде мысалы сол подписканы алса болады. Яғни көзді жұмып ешқандай білімсіз, нулевой біліммен сигналға, подпискаға кіріп, сделкаға кіру бұл әрине дұрыс емес, бұл ақымақтық. Өйткені сигнал беріледі, бірақ ол жерде нақты ол нәрсе пайда алып келу әкелмеуі, ол әрине адамның өзінің психологиясына байланысты, яғни риск менеджментке байланысты. То есть сигнал берілді екен деп ол жерге көзді жұмып кіруге болмайды. Сол себепті сигнал берген кезде де сіздің өзіңіздің біліміңіз болу керек. Неге бұл сигнал беріп тұр? Неге дәл бұл шортқа ашылып тұр? Деген сияқты өзіңіздің бір көзқарасыңыз болу керек. Сол кезде сіз сигналды да өзіңіз анализ жасай аласыз. Сондықтан да базалық білімді алғаннан кейін әрине сигнал каналды алуға болады. Бұл сіздің біліміңізге, мысалы сіз өзіңіз жалғыз өзіңіз отырып бір нәрсені анализ жасайсыз және сигналды қарайсыз. Және де осы жерден екі бір ортақ ой пайда болуы мүмкін. Осындай жағдайда алуға болады. Ал көбінесе адамдар қандай, ешқандай білімсіз, ештеңе білмей барып сигнал сатып алады. Берген сигналдардың барлығын убыткаға жібереді, немесе дұрыс кірмейді. Бұл да әрине үлкен мәселе. Жалпы сигналмен табысқа жетуге болады. Өйткені бұл бір кеше пайда болған нәрсе емес, бұл бұрыннан барлық мықты трейдерлар, мықты комьюнитиларда, мықты крипто академияларда бұл сигнал нәрсе бар. Сондықтан да мен өзімнің осыны қостым продуктыма байкриптолог деп аталатын. Өйткені менде қазір үлкен команда жұмыс жасап жатыр, мықты трейдерлар бар, анализ жасап күнделікті нарықты азаннан кешке дейін қарап отырып, бүкіл нарықтың эмоциясы қандай, настроениясы, жалпы позициясы қандай екен қарап отыратын. Енді қазір сіздерге осы сигналдармен жасаған өзімнің пайдамды көрсетемін. Мына жерде скринға шықты. Осы жерде қарасаңыздар, бұл трейдердің күнделігі деп аталады. Осы жерде мен қандай монетаға кіргенмін, шорт, лонг барлығын мына жерде көрсетемін. Қарайтын болсақ, міне күні барлығы жазылып тұр. 28-8 айдан бастаған кезде 28-де осы соңғы айда көрсеткен біздің 10 күндік саудамыз. People монетасы, Тон, Авакс, Фил, Попкат, ТРБ, Солана, Тон, TRX, Трон, яғни Нер протокол осы монеталармен жұмыс жасалған. Міне позиция деп тұр, шорт және де лонг. Міне плечі бізді 10x пен міндетті түрде онан асырмаймыз. Өйткені онан асатын болса, әрине бұл азап есептеледі. Егер де сіз сделкаға 20-50 плечомен кіретін болсаңыз, онда ол әрине дұрыс емес сауда. Мына жерде пайдасы барлығы тұр. Енді заработано всего за 6 дней дейді. Яғни бұл бізде 6 күндегі нәтиже $5570. ПНЛ 6 күн бір аптада оның ішіндегі $993 минусқа кетті. Яғни таза пайда бізде қанша? Спотқа мен сол 50%-ын спотқа жіберемін, яғни инвестиция жасап отырамын. $2743 инвестиция, және де $2044 мен шығарып алдым теңгеге. Және де қайырымдылыққа 10%-ы $276 жасалды. Бұл бізде 6 күнде жасалған сигналмен берілген сделкамен жасалған өзіміздің саудамыз. Дәл осылай саудамен егер де сіздер дұрыс жасайтын болсаңыздар, және сигнал нарық дұрыс болып тұратын болса, онда әрине осылай почти бұл жерде пайда шамамен 100%, 200% ғой. Яғни сіз $2000, $3000 мен саудаға кіріп, бір аптаның ішінде онымен плюс үстінен тағы да сондай пайда жеттіңіз деген сияқты пример ретінде айтатын болсақ. Міне достар, мен сіздерге бөлістім жаңалығымен. Қазір менің байкриптолог деп аталатын үлкен академиямда осындай направление қосылды. Сигналдарға кіріп пайдаға шығуға болады. Егер де өзіңіздің тәжірибеңізге 100% сенімді болмасаңыз, немесе бұл салаға келдіңіз, бірақ сізде орта окружение, бірақ комьюнити жетіспей жатса, онда осында біздің комьюнитиге қосылсаңыздар болады. Онымен қоса енді тағы да алдағы видеолар айтып отыратын боламын. Бізде челлендждер бар. Ал егер де сіз мүлдем криптодан хабарым жоқ, бірінші рет көріп тұрмын, трейдинг саласын білмеймін, сделка ашып білмейтін дейтін болсаңыз, онда бізде нөлден бастап үйретілетін әрине курстар барлығы бар. Достар, міне бүгінгі видеоны осымен аяқтаймыз. Сіздерге сигнал туралы пайдалы ақпарат болды деген ойдамын. Ұнаса лайк басамыз, менің YouTube каналыма тіркелеміз, Instagram, Telegramға тіркеліңіз. Осы видеоның астында барлығы бар. Ал егер де сіз новичок болсаңыз, биржаға
тіркелу үшін биржаға Binance және Bybit биржасының сілтемесін осы видеоның астына қалдырдым, өтіп тіркеліңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен болған Төленбай Мейірман, Байкриптолог.